Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақты жүргізетін мен Ақсылу Шынболатқызы. Ал сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлының адамның кейбір кездері деп аталатын өлеңімен танысуға арналады. Ал сабақта меңгерілетін оқу мақсатына келетін болсақ, ол келесідей. Орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Яғни, өлеңде көтерілетін мәселе қоғамдық немесе әлеуметтік болуы мүмкін. Оны біздер өлеңмен танысқаннан кейін анықтаймыз. Құрметті оқушылар, өздеріңіз білетіндей, 2019 жылы ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын тойлауға арналған шаралар басталды. Дана ойшылдың мерейтойын ЮНЕСКО мен Түрксой аясында атап өту жоспарланып отыр. Осыған орай 2020 жылы әртүрлі шаралар елімізде ұйымдастырылған болатын. Ал енді Абайдың қандай нақыл сөздерін білесіздер? Естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Келесі өлең жолдары сіздерге таныс па? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Жалғасы қалай еді? Естеріңізге түсті ме? Ал енді оқушылар, адамның кейбір кездері атты өлеңнің қысқаша ақпаратымен танысып көрейік. Өлең 1886 жылы жазылған. Бұл өлең 7 шумақтан тұрады. Абайдың сөз өнері туралы ең таңдаулы лирикалық шығармаларының бірі. Абай бұл өлеңде ақындардың алдында үлкен қоғамдық міндет бар екенін көрсетеді. Өмірдің шындығын, халықтың арман тілегін, қуанышын, қайғы мұңын терең түсініп жырлауды талап етеді екен. Оқушылар, өлеңді оқымас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Мысалы, алаң сөзі. Алаң бұл сын есім, әрі зат есім бола алады. Беймаза, мазасыз дегенді білдіреді. Мысалы, мен үшін алаң болма, бәрі жақсы болады деп қолдануға болады. Одан кейінгі сөз бел буды. Бұл тұрақты тіркес екен. Ниетті, ойға алды дегенді білдіреді. Ол тәуекелге бел буды деп қолдануға болады екен. Одан кейінгі сөз қолға алды. Бұл тұрақты тіркес. Орындады, жүзеге асырды дегенді білдіреді. Мысалы, Мұрат бұл мәселені қолға алды, яғни өзі шешуге тырысады дегенді білдіреді. Білдіру. Білдіру бұл етістік, не істеу деген сұраққа жауап береді. Көрсету, сездіру, айтып жеткізу деген мағынаға ие. Мысалы, Арман өз сезімін білдірді. Одан кейінгі сөз ызалы. Бұл сын есім. Қандай деген сұраққа жауап береді. Ашу ыза қысқан, кекті деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ызалы адамға жақындама. Енді оқушылар, тағы да экранға назар аударыңыздар. Сөз жасам. Әдетте біздер қазақ тілінде есім сөздерден етістік жасайтын арнайы жұрнақтар бар. Бұл жұрнақтар ла-ле, да-де, та-те деп аталады. Бұл жұрнақтар арқылы келесідей сөздерді жасауға болады. Ой, ойла, жоспар, жоспарла, алаң, алаңда деп қолдануға болады. Яғни есім сөздерден осы жұрнақтың бір түрі арқылы етістік жасауға болады екен. Ал етістік жасайтын жұрнақтар басқа да түрлері кездеседі. Ал енді оқушылар, Абайдың өлеңімен танысайық. Мен өлеңді оқып отырамын, ал сіздер менімен бірге қайталаңыздар. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сонда ақын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұңмен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін білдірсе алыс жақынға,
солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Ал енді оқушылар, әр шумақта берілген негізгі ойды талқылап көрейік. Бірінші шумақ: адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Бұл нені білдіреді? Адам кей кездері қажетсіз нәрсеге алаңдамаса, оның бойындағы талант ашылар еді дейді. Яғни бос, қажетсіз нәрсеге алаңдамаса, ол өз өнерін шыңдар еді дегенді білдіреді. Екінші шумаққа назар аударайық. Сонда ақын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Бұл жерде Абай не айтқысы келеді? Сонда дейді, ақын өткен мен болашақ туралы ойланып, бойындағы жаман әдеттен арылып, ой толғайды екен. Одан кейінгі шумақты қарап көрейік. Қыранша қарап қырымға, мұңмен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Бұл жерде Абай образды түрде қыран қыз сияқты алысқа қарап, болашақты ойлап қайғырады. Еш нәрсені ойламайтын надан жаман адамдарға ренжіп, ой түйеді. Яғни бұл ақын образын ашу үшін қолданып отыр. Одан кейінгі шумақ: әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Яғни ақын өмірден көрген ақылға салып, оның дұрыстығын бағалау қажет екен. Одан кейін айналасындағы адамдарға не дұрыс, не бұрыс екенін түсіндіру қажет екен. Енді соңғы шумаққа назар аударайық. Ызалы жүрек, долы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл. Бұл жерде ақын өмірден түйгендерін ащы тілмен жеткізген. Оқырмандарын өздігінен қорытынды жасауға шақырады. Яғни өмір шындығын жырлаған кезде ақын әртүрлі сөздерді қолданады. Бұл өмірдің шындығын жеткізу үшін қолданады екен. Ал оқырмандар бұл жерден өзіндік тұжырым жасау керек екен. Енді оқушылар қалай ойлайсыздар? Абай бұл өлеңде қандай мәселе көтеріп отыр? Жауабын салыстырайық. Әрине, сабақтың басында айтып кеткендей, Абай ақындардың алдында үлкен қоғамдық міндет бар екенін көрсетіп отыр. Яғни ақындар әрдайым өмір шындығын, халықтың арман тілегін, қуанышын, қайғы мұңын терең түсініп, оны жырлау керек екен. Құрметті оқушылар, сабаққа белсене араласқандарың үшін көп-көп рахмет. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар. Абайдың өлеңдерін үнемі оқып жүріңіздер.